Құрметті эко-этно саяхатшы, сіздерді Маңғыстау кереметінің бірі Барақ Сатыбалдыұлы батырдың ескерткішіне шақырамыз. 1993 жылы Барақтың бейітіне күмбездік кесене тұрғызылды. Қорымда қола дәуірінің бірнеше үйігі бар. Бас шебер сәулетші Нұрқабаев. Тарихи деректер бойынша Барақ Сатыбалдыұлы батыр, кіші жүз қазақтарының ұлт-азаттық қозғалысы басшыларының бірі. Барақ Сатыбалдыұлының батыр атағы 18 жасында. Торғауыт батыры Алакөлікті жекпе-жекте жеңгеннен кейін шықты. 18 ғасырдың 70 жылдарына дейін Шөмішті табын қолын бастап, Еділ мен Жайық арасында қалмақтармен соғысты. 1785-92 жылдары Сырым Датұлы бастаған Ресей отаршылдығына қарсы күресте көтеріліс басшыларының қатарында болды. Игельстромның император әйел Екатерина II жазған хатында айтылады. Барақ батырдың тегеуірінді қарсылық әрекеттері орыс отаршыларының зорлық зомбылығын шектеп, Жайықтың оң жағалауындағы қазақ жерлерін сақтап қалуға септігін тигізді. Ол Батыс Қазақстанның отарлануын тежеп, әскери бекіністердің көптеп салынуына жол бермеген. Бұл қолына найза ұстаған ерлер сынға түскен бұлғақты кезең болды. Барақ Сатыбалдыұлының ұлы Асау мен немересі Дәуіт те атақты батырлар болған. Бекет ата мен Барақ ата замандас, бір-бірін сыйлап өткен жақсы дос болып өтіпті. Бекет ата мен Барақ батыр аңызында жеті аққудың ұшуы бар. Ол аңызда Барақ батыр Бекет атаға келе жатқаныңда алдыңнан жеті аққу ұшты. Жеті аққу ұшты. Қасиетің жеті таңа жетер десе, Барақ батырға алдыңнан үш аққу ұшты. Зайырлығың үш атаңнан аспас дейді. Сол Бекет атаның айтқаны дәл келді. Барақтың қасиеті тек өзіне, баласы Асауға, немересі Дәуітке ғана дариды. Қазақта Барақ атты бірнеше батыр болған, бәрі де жауға шырған, қан майданда аты шыққан әруақ терілер.